Қойсашы, бәрін доктор қойса. Аямайсың. Ладно, можно поставить. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Семинарымызды бастайық. Видеоларыңызды қосып, микрофондарыңызды айырып қойсаңыз, жұмысымызды бастайық. Уақытымыз сағат 2-ге жоспарланған болатын еді, сондықтан семинарымызды бастайық. Добрый день, коллеги. Мы начинаем семинар. Просим вас, согласно регламенту проведения онлайн-семинара, включить видео и отключить звук. Давайте утвердим регламент. Сперва будет презентация. Если у вас возникнут вопросы во время презентации, можете писать в чат. Презентация будет идти на 2 языках, на государственном языке и на русском языке. После завершения презентации можете задавать вопросы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бәріміз ережеге сәйкес регламентті бекітіп алайық. Әріптестер, видеоларыңызды қосып, микрофондарыңызды айырып қойсаңыз жақсы болар еді. Регламентке сәйкес әуелі бірінші кезекте осы біздің семинардың презентациясы жүргізіледі. Презентация кезінде сұрақтарыңыз туындаса чатқа жазуға болады. Презентация аяқталғаннан кейін сұрақтарыңызды микрофонды қосып қоюларыңызға да болады. Сіздерге бүгінгі семинардың материалын жіберу үшін чатқа өздеріңіздің телефондарыңызды қалдыруыңызды сұраймыз. Если вы хотите получить материалы сегодняшнего семинара, в чате, пожалуйста, оставьте свои контактные данные. Семинар екі тілде болады, сондықтан семинар кезінде ережені сақтайық. Семинардың презентациясы аяқталғасын сұрақтарыңызды қоюға болады. Жұмысымызды бастайық. Мен даусым естіліп тұр ма екен, әріптестер? Бүгінгі біздің сіздермен бірге
өткізіп жатқан семинарымыздың тақырыбы мектепке дейінгі ұйымдарда біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру бағытындағы жоспары, яғни жоспарды қалай жасау керек, және біздің платформамызда қандай құжаттар бар, және біртұтас тәрбие бағдарламасы сол құжаттарда қалай жазылған деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Тема сегодняшнего семинара – это план реализации программы «Біртұтас тәрбие в дошкольных организациях». Мы расскажем, да, вам, как можно реализовать данную программу в организациях дошкольного образования. А также, пожалуйста, выключите микрофон, вы нам мешаете в работе. Неужели за столько времени не научились как правильно нужно пользоваться? В режиме онлайн, пожалуйста, отключите звук, включите видео. И давайте не будем мешать друг другу. Вас уже более 200 человек сейчас участвует на семинаре. Чтобы получить материалы семинара, вам нужно написать свои контактные данные в чат. После завершения семинара вы получите материал, да, сегодняшнего семинара. Вопросы можете писать в чат, а также после завершения презентации можете задавать свои вопросы. Онда бастайық жұмысымызды. Өздеріңізге белгілі, биылғы жылы, яғни 2024 жылдың 30 шілдесінде оқу ағарту министрлігінің 194 бұйрығымен біртұтас тәрбие бағдарламасының жаңартылған мазмұны жаңа енгізілді. Әрине, былтырда да сіз осы жаңағы біртұтас тәрбие бағдарламасы бағытында жұмыстарды атқарған болатынсыз. Биылғы енді қандай бағыттағы жаңартулар, және бізге көптеген сұрақтар туындайды. Тексеріс келген уақытта циклограммада осы бәрі жазылып тұру керек, арнайы жаңағы жұлдызшамен көрсетілу керек деген сұрақтар туындайды. Ол жоспарды тексерушілерге біз қалай көрсетеміз? Сіздердің циклограммыңызда немесе басқа да жаңағы материалдарда осы бағыттағы жұмыстар бар ма деген. Біз сол сұрақтарға жауап берейін деп бүгін осы семинарды өткізіп отырмыз. Оқу ағарту министрлігі бұйрықты шығарғаннан кейін білім басқармалары шығармашылық топты құрып, осы тақырып бойынша түсіндіру бағытындағы жұмыстарды жүргізді. Барлық облыстарда шығармашылық топ құрылды. Қандай бағыттар жұмыстар жүргізу керек екені сіздерге айтылды. Бірақ әлі күнге дейін көптеген біздерге сұрақтар туындауда. Сонымен бірге біздің платформада осы яғни білім Kids біздің платформамыз цифрлық платформа. Мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысына әдістемелік көмек беру бағытында жасақталған платформа. Біздің компаниямыздың аты Білімленд. Бүгінгі семинарды өткізіп отырған менің есімім Светлана Ибрагимқызы. Компания, которая проводит сегодня семинар по данной теме, по плану реализации программы «Біртұтас тәрбие в дошкольных организациях», это компания Білімленд. Семинар организован цифровой платформой Білім Kids, которая оказывает методическую помощь и сопровождение в работе дошкольных организаций. Біртұтас тәрбие бағдарламасын қалай жүзеге асыруға болады, және мектепке дейінгі ұйымдарда бұл жұмыс қалай жүреді деген сұрақтарға жауап беру үшін, әрине біз ең бірінші осы бұйрықты ашып қарап алуымыз керек. Бұйрықта бүгінгі таңда әр 9 айға бөлінген, яғни оқу жылы типтік мектепке дейінгі ұйымдардың типтік ережесіне сәйкес 1 қыркүйек басталады, 31 мамырда аяқталады. Сол 9 айға құндылықтар бекітілген, және сол құндылықтардың ішінде жаңағы құзыреттілік те нақты көрсетілген. Енді
мектепке дейінгі ұйымдарда жұмыс неден басталады? Әрине, білесіздер, құндылықтар айларға бөлінген. Қыркүйек айында еңбекқорлық және кәсіби біліктілік айы деп аталатын болса, қазан айында тәуелсіздік жаңағы және отаншылдық, қараша айында әділдік және жауапкершілік айы болып бекітілген, желтоқсанда бірлік және ынтымақ айы, қаңтар заң және тәртіп айы, ақпан жасампаздық және жаңашылдық айы, наурыз тәуелсіздік және отаншылдық айы, сәуір еңбекқорлық және кәсіби біліктілік айы және мамыр айы бірлік және ынтымақ айы болып қарастырылған. Бүгінгі таңда осы мектепке дейінгі ұйымдарда қызмет атқаратын педагогтар ең басты мақсаты әрбір айдағы құндылықтарды іске балалардың бойына жаңағы іске асыруда, яғни балалардың бойында осы құндылықтарды жаңағы қалай тәрбиелеу керек, қалай жұмысты жүргізу керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, слайдқа қарап отырсаңыздар, ең бірінші қандай жұмыс? Ең бірінші ол жаңағы сіздер кешенді жоспар дайындалды. Сіздің әр облыста тамыз айында және мектепке дейінгі басшылары, яғни директорлар, әдіскерлер осы жоспар қолдарыңызда болу керек. Содан кейін сол тамыздың 20-сына дейін сіздер өздеріңіздің мекемелеріңізде осы бағыттағы семинарларды өткізуіңіз керек еді да, яғни қарауыңыздағы педагогтармен түсіндіру бағытындағы жұмыстарды. Содан кейін өздеріңіздің жасалған кешенді жоспарыңызды мектепке дейінгі ұйымның сайтына орналастыруыңыз керек. Экранды сызу керек емес, әріптестер, не жасап қойдыңдар енді? Өзіңіздеріңізде де көрмейсіңдер, жұртқа да көрсетпейсіңдер, барлық экранды сызып тастадыңдар. Айтса ренжисіңдер, дауыстарыңды қосып қоясыңдар, өздеріңізді ұстай алмайсыңдар. Енді баланың жасаған ісін жасап, экранның бәрін бояп қойдыңдар. Келесі қадам 194-ші бұйрықта жазылғанда, әр 90 сайын білім басқармалары бір тұтас бағдарламасын жүзеге асыру бағытындағы мониторинг жүргізу керек. Яғни сіз өздеріңіз осы бағытта қандай жұмыс жасап жатқаныңыз туралы мониторинг жүргізуіңіз керек. Сонымен бірге ақпаратты бұқаралық құралдарында және әлеуметтік желілерде атқарылған жұмыстарыңызды жариялауыңыз керек. Мектепке дейінгі ұйымның мысалға сайтында, немесе Телеграм, Инстаграм парақшаларыңызда. Жаңа айтып кеткендей, биылғы жылғы, бұрынғыда да бағдарламада бұл жұмыстар әрине болды. Бірнеше бөлімге бөлінген. Ол күнделікті атқаратын жұмыс. Яғни қандай жұмыс күнделікті атқаратын іс-шара десеңіз, ол ұлттық ойын, ұлт қазынасы бағытындағы жұмыстарда балалармен түрлі бағыттағы ойындарды өткізу. Өнегелі 15 минут, яғни балалардың ата-аналарымен, немесе сіздер тәрбиеші ретінде балалармен осы бағыттағы емін еркін қарым-қатынастағыларын қалыптастыру бағытындағы. Әлия ханым, айырып қойыңыз микрофоныңызды. Бағытындағы жұмысты жүргізу керек. Сонымен бірге, әрине, бүгінгі таңдағы өзекті мәселе ол экологиялық тәрбие беру бағытындағы жұмыстарды жүргізу. Тағы да 4-ші бағыт күнделікті өткізілетін жұмыстың ол күй күмбірі бағытында балалар эстетикалық бағыттағы, музыка тыңдаудағы қызығушылықтарын ояту бағытындағы жұмыс болып саналады. Міне бірінші алғашқы қадам ол күнделікті атқарылатын іс-шара. Осыларды біз қалай жасап отырған жөнінде сіздерге қалай үйлестіріп отырған жөнінде қазір циклограмма көрсеткенде көрсететін болам. Келесі бағыт апта сайын атқарылатын шаралар. Яғни енді әр аптада жүргізілетін жұмыстар. Ол жаңа гимнді орындау, апта дәйек сөздерін дайындауыңыз керек та, құндылықтарға байланысты. Немесе қауіпсіздік ережелеріне, яғни балалардың өміріне, денсаулығына аса назар. Если сәт 24-ті, выключите микрофон. Қауіпсіздік ережелерге де көңіл бөлу керек.
Енді құндылықтар әр айға бөлінген, сондықтан біздің платформада сол айларда атқаратын жұмыстардың жоспары жасақталды. Мысал ретінде біз сіздерге қыркүйек айын алайық. Қыркүйек айындағы негізгі құндылықтар балаларға бойына сіңіретін ол еңбекқорлық және кәсіби біліктілік деп аталады. Яғни еңбекқорлық құндылықтарды балалардың бойына сіңіруіміз керек. Ол үшін біз жоспарды 4 аптаға бөлдік. Әр аптаға дәйек сөздерін дайындап қойдық сіздер үшін. Яғни сіздер әр балабақша осы платформамен жұмыс жасап жатсаңыз, сіздерге әр аптаға еңбекқорлыққа байланысты, мысалы, бірінші апта бізде өтіп кетті. Ол өтіп кеткен аптаның дәйек сөзі білім теңіз, түбі де шегі де жоқ деп Жүсіп Баласағұнның жаңа сөзін алған болатынбыз. Бірінші аптада өздеріңізге белгілі жаңа білім күніне байланысты балабақша жайлы мекен деген балабақшаға экскурсия жасау бағытындағы жұмыстар жүргізілді. Сол аптада әрине 5 қыркүйек ол тілдер күні екенін білесіздер, сондықтан тілге бойлау деген бүгінгі таңда балабақшаларда эксперименттік алаңдар өтіп жатыр. Немесе өзіңізде интеллектуалдық танымдық ойын өткізуге болады. Тілім менің тірегім деген жаңа мәнерлеп оқу конкурстарын өткізуге болады. Әрине бұл көбінесе мектеп алды даярлық топ, ересек топтарында, немесе тіпті өздеріңіздің педагогтар арасында да осы жаңа жұмысты ұйымдастыруға болады. Енді осы апта аяқталып жатыр. Бізде екінші аптада қандай бағыттағы жұмыстар сіздерде жүргізілу керек еді? Яғни осы ай тағы да қайталап кетейін, еңбекқорлыққа жаңа бағытталған құндылықтарды жаңа балалардың бойына сіңіруіміз керек. Сондықтан біз тас қыркүйек айында еңбекқорлық тақырыбын қозғаймыз. Апта дәйек сөзі еңбек, қуаныш, жалқаулық, айрылмас азап деп Абай Құнанбайұлының сөзін алдық. Қандай жұмыстар атқаруыңыз керек еді? Әрине, қыркүйек ол күз мезгілі. Барлық мектепке дейінгі ұйымдарда күз еңбегі туралы айтуға, күз сыйлықтары деген тақырыпты қозғауға болады. Ол жерде көрме, ата-аналармен бірлескен жұмыстар, эко, фото көрмелерін ұйымдастыруға болады. Осы бағыттағы жұмысты сіздер ұйымдастырып та отырсыңдар. Сондықтан міне сіздердің сұрақтарыңыз күнтізбелік тақырып бола ма? Біртұтас тәрбие бойынша бекітілген тақырыптар бар ма деген сұрақ күнде бізге қойылып жатады. Мен тағы да сіздерге айтам, бұл жерде бұл бағдарламаның өзі 9 айға әр құндылықтар әр айға бөлініп жазылған. Сондықтан әр айда балалардың мойнына жаңағы сол құндылықтарды сіңдіру бағытындағы жұмыстарды жүргізесіздер. Әрине, және де сонымен бірге әр айда бізде өткізілетін жаңағы бекітілген мейрамдар күндері де бар. Мысалға жаңа айтып кеттім ғой, жылдың басы, оқу жылдың басы білім күні болса, тіл мерекесі болса, мысалға отбасына байланысты да жаңа мерекелерде көп күз еңбек, балалардың мойнында еңбекқорлық қасиеттерді қалыптастыру бағытында, яғни құндылықтарды қалыптастыру бағытындағы жұмыстарыңыз болып табылады. Үшінші аптада қандай дәйек сөз? Еңбек шыққан жерден төзімде шығады деп Мұхтар Әуезовтің дәйек сөзін дайындадық. Бұл жерде үшінші аптада балалардың өмірін, қауіпсіздігін сақтау бағытындағы жұмыстарды жүргізуге болады. Біздің платформада осыған байланысты самокат мектебі деген танымдық сауықтыру жобасы енгізілді. Ең басты мақсат жолдағы қауіпсіздік, мінез-құлық мәдениеттерін қалыптастыру қарастырылса, сонымен бірге жаңа жол қозғалысын қарапайым ережелерін, жаяу жүргіншілер қозғалыс ережелерін сақтау болып табылады. Сонымен бірге өздеріңіз көріп отырсыздар, сол жоба біздің платформада жасақталған. Сол осы жобаға жол ережесін сақтау мақсатында мультфильмдерде де қарастырылған. Бұл үшінші аптада өткізетін жұмыс, яғни келесі аптада. Сонымен бірге экологиялық десант
яғни біз 3-ші аптаға қойып отырмыз, себебі ең жылы күндер қыркүйек айында. Балалармен әлі экскурсияға шығуға болады, балалармен бірге өздеріне қызмет ету мақсатында экологиялық десантты да ұйымдастыруға болады. Ол жерде әрине сізге сонымен бірге ата-аналардың да көмегі керек. Сондықтан осы үлкен жұмысты ұйымдастырғанда ата-аналарды шақыруымызға болады. Келесі 4-ші апта, жаңа аптаның дәйек сөзі, Леонардо да Винчи сөзін алып отыр. Көп еңбек еткенге бақыт басын иеді деп. Яғни еңбек түбі береке, біз еңбекқор баламыз деп күнделікті өздеріңіздің атқаратын жұмыстарда осы жаңа құндылықты жаңа балалардың бойына сіңіру бағытындағы жұмыстарды жүргізесіз. Бұл біздерге біз 1 айлық жаңағы жұмысымызды көрсетіп отырық. Тап осылайынан қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр айына да жұмыстарды жоспарладық. Әр аптаға дәйек сөздерді және бір тұтас тәрбие бағдарламасында көріп отырсыз ғой, аптаға бөлінген жұмыстар, тап солай барлық апта жұмыстары бізде бар. Мен ол айларға келіп тоқтамаймын, ал енді циклограммада осы бір тұтас тәрбие жұмыстары бар ма? Ол қандай тақырыптар деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Яғни біздің циклограмма өздеріңізге белгілі Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 130-шы бұйрығымен бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі. 382-ші бұйрықпен өзгерістер енгізілді. Циклограмма ол мектепке дейінгі ұйымдарда педагогтардың екінші міндетті жүргізетін құжаты да, ол бәріңізге таныс. Ал енді қалай біз сол жұмысты жүргізіп жатырмыз? Міне, қарасаңыз, жаңа дәйек сөзді салып қойдық. Біздер мысалға, мен қазір сіздерге осы аптадағы мектеп алды даярлық тобына дайындалған циклограмманы ашып отырмын. Ең басты мақсат, құрметті әріптестер, құрметті тәрбиешілер, сіздерге айтатынымыз, сіздер тақырып қандай, ол неге жұлдызшамен көрсетілмеген, ол жаңағы жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр деген сұрақтар көп қойылады. Мен тағы да сізге айтып кетем, қыркүйекте біз сіздермен бірге балалардың бойына еңбекқорлық, құндылықты сіңіруіміз керек. Яғни тұтас 1 ай қыркүйек айында еңбекқорлыққа, еңбекке балаларды баулу, өзіне өзі қызмет етуге бағыттаған жұмыстарды іске асырамыз. Яғни отанға, елге, туған өлкеге, жаңа олар қалай өздері еңбек ету керек, отан үшін олар не істеу керек, жаңағы қандай бағытта жұмыс істеу керек десе, ол бала мектепке дейінгі жаста өз-өзіне қызмет етуді үйрену керек, ортаға бағытталған жұмыстарды жасау керек. Сондықтан қараңыздар, циклограммада таңғы қабылдаудан басталып, осы жұмыстардың барлығы ашып жазылған. Егер де сізге енді нақты керек осы құндылықты көргіңіз келеді десеңіз, қараңыз, 1-2 күндері біз осы білім Kids платформасында дайындалған мультфильмдер мен сәлемдемені ұйымдастырсақ, мысалы жұма күні күй күмбірі арқылы балаларды мектепке дейінгі ұйымға қабылдауды ұйымдастырамыз. Сонымен бірге қараңыздар, ата-аналармен немесе олардың заңды өкілдерімен қандай бағыттағы жұмыстар жүргізілетін болса, бұл жерде де біз отбасы құндылықтарын, отанға деген құндылық, бала тәрбиесі ортақ жаңа іс екенін ата-аналармен осы бағыттағы жұмыстарды жүргіземіз. Яғни тағы да айтып кетемін, еңбекқорлыққа, отанға сүйгіштік, отбасынан басталатынын біз осы жерде ата-аналарымен әңгімеде қозғайтын боламыз. Ал балалардың дербес әрекетінде қимылды, үстел үсті ойындары дейді, ол бағытта біз қандай өз-өзіне жаңағы еңбек жасау бағытындағы жұмыстарды енгіземіз. Қараңыздар,
Ол қандай жұмыс? Ол балалар өз бөлмесінде да, жатын бөлмесінде еңбекке жаңағы баулу мақсатында олар қандай жұмыс жасауы мүмкін? Олар өз жаңағы бөлмедегі гүлдерді күтуі мүмкін. Немесе жаңағы бөлмедегі топтағы кітап бұрышында қарастыру мүмкін. Сол кітаптармен қандай жұмысты ұйымдастыру мүмкін десе, мен қазір сіздерге біздің платформада жасақталған жаңа кітапқа байланысты үлкен жобалық қызметті көрсеткім келеді. Оның аты кітап калейдоскопы деп аталады. Яғни қазір демонстрация жасайын мен сіздерге. Ол жерде қандай жұмысын қарап отырсаңыз, Steam бойынша жобалық қызметтің бірі кітап калейдоскопы деп аталады. Жобаның түрі, қатысушылар, жүзеге асыру мерзімі, жобаның өзектілігі, жобаның мақсаты, жоба міндеттері осы жерде нақты ашылып жазылып тұр. Осы жобамен жұмыс жасасаңыз, сіз балалардың бойына еңбекке жаңағы баулу бағытындағы жұмыстардың бәрін іске асырасыз деген ойдамыз. Мені қарап отырсаңыздар, тіпті қандай кітаптар тақырыптың үлгілеріне дейін осы жерде берілген. Сонымен бірге сіздер әрине білуіңіз керек, әрбір топта бір балаға жоқ дегенде кемінде 2 кітап болу керек. Негізгі дұрыс саны әр балаға бір топта 4 кітаптан болу керек. Яғни, сондықтан мен ол кітаптар қалай жасалынады да, жаңағыдай кітаптарыңыз қалай жасалады, оны кім дайындайды, ол кітаптар қайдан бізге келеді да, мысалға, немесе ол кітаптарды жаңағы кім алып келді балабақшаның тобына, немесе ол кітаппен жұмысты қалай істеу керек деген бағыттағы жұмыстардың барлығы әрине еңбекқорлық, еңбекке баулу бағытындағы құндылықтарды жаңағы балалардың бойында сіңіру бағытындағы жұмыстар деп санауға болады. Келесі жаңағы бағыттағы жұмыстар ұлттық ойындар. Оны да біз сіздерге ашып салып қойдық. Мысалға, осы күнделікті өткізетін ойындардың ішінде міндетті түрде ұлттық ойындарға аса назар аударуыңыз керек. Одан бөлек циклограммадан бөлек, циклограмманың бәр жерін қарайтын болсаңыз, біз сіздерге үзінді ретінде беріп отырық. Негізгі циклограмм бізде 30 беттен тұрады. Ол жерде балалардың жеке жұмыс, балалармен жүргізетін жеке жұмысты да қарастырсаңыз, ол жерде де мысалға дейтін еңбекке баулуға бағытындағы жұмыстар жасақталған. Енді әдіскердің циклограммасына бір назар аударайық. Біздер балабақшаның меңгерушінің циклограммасын дайындадық. Сонымен бірге әдіскердің циклограммасын дайындадық. Осы циклограммада нақты жауап аласыздар, себебі балабақшаның әдістемелік бағытында жұмысын дұрыс жүргізу, ол әрине мектепке дейінгі ұйымның әдіскеріне байланысты. Сондықтан қараңыздар, әдіскердің циклограммасы былтырғыдай емес, біз жаңағы бір тұтас тәрбиеде қарастырылып отырған бағыттардың бәрін қарастырдық. Ол жаңағы бағана айтып кетем, аптаның микрофондарыңызды айырып қойсаңыз, дәйек сөздерін көріп отырсыздар. Одан кейін жаңағы қазан айлығы да, мысалға, біз сіздерге қыркүйек айын жаңағы циклограмманы көрсетсек, әдіскерде қазан айының алдыңғы айдың циклограммасын көрсетіп отыр. Ол жердегі біздің сіздермен бірге балалардың бойына сіңдіретін құндылықтарымыз ол тәуелсіздік және отаншылдық құндылықтарды сіңдіруіміз керек балаларға. Сондықтан соған байланысты дәйек сөздеріміз бірінші аптаны жаңағы еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзімен бастап отырық. Барымызда, бағымызда тәуелсіздік деп. Содан кейін мені барлық әдіскердің жүргізетін жұмыстарын әр аптаға бөліп жазып қойдық. Мен оларға тоқтамаймын. Ол мысалға нормативті құжат, педагогтармен жүргізетін жұмыс,
педагогикалық кадрларды аттестаттау бағытында жүргізілетін жұмыс, жаңа келген мамандармен жүргізілетін жұмыста педагогикалық кеңестерді қалай өткізу керек. Міне әдістемелік бағытындағы жұмысқа келіп тоқтаймыз мына жерде, және құзыреттілік орталықтардағы жұмыстарға келіп ода қарастырылады. Сонымен бірге бақылау мен басшылықтағы жұмыстар, семинарлар және педагогтар педкеңеске қалай дайындалу керек. Ал енді мына бөлімдер міндетті түрде біртұтас тәрбиеге байланысты бөлімдер деп қарастыруымызға болады. Қараңыз, балалармен дене шынықтыру, сауықтыру жұмыстарында міне біз жазып ашып қойдық. Бұл кезде біртұтас тәрбие бағдарламасын аясында ұлттық ойын, ұлт қазынасы әртүрлі халықтардың ойынын алып, күнделікті аптада өткізу керек. Сосын келесі аптада ол жұмыстар жалғасын тауа береді. Балалардың өмірі мен қауіпсіздігін қорғау жөніндегі іс-шараларға да үлкен көңіл бөліп отырық. Бұл жерде әр аптаға қандай қауіпсіздік шараларына байланысты жұмыстарды бөліп қойдық. Өнегелі 15 минут әңгімелесу циклында да біз жүргізетін әріптестер, микрофондарыңызды айырып қойсаңыз, жаңағы сол тақырыптар қаралатында, олардың мақсаты, қандай міндеттер қаралатында салып жазып отырмыз. Және де әр аптада, мысалға қазан айының 1-ші аптасында қандай шара өтеді, біртұтас тәрбиеге байланысты, біз ол шараларды да сіздерге ашып дайындап жазып қойғанбыз да. Мен отанымды мақтан тұтамын ертеңгілік өткізілуден басталу керек. Осы 1-ші аптадан бастап өткізесіздер. Арғатта оны ұлттық ойын, ұлт қазынасы бағытындағы шаралармен жалғастыруға болады. Келесі аптада бір ел, бір отбасы атты флешмобты өткізуге болады. Бұл жерде қазақ халқының ұлттық билерінің байқауын өткізуге болады. Арғаратта осы мерекені жалғастыра бере сурет байқауын ұйымдастыруға болады 3-ші аптада, және суреттер көрмесін, фото көрме ұйымдастыруға болады. Ол жаңағы менің Қазақстанның тақырыбына байланысты да, және де Қазақстандағы жаңа жануарлар қандай мекендейді, жабайы жануарлардың тақырыптарында қозғауға болады. Ал келесі 4-ші аптада осы жұмыстардың бәрін қорытындылау мақсатында сіз мультфильмдер қарап, немесе деректі фильмдар, ата-аналармен бірлесіп жаңағы виртуалды экскурсияға баруға болады, немесе бірге жаңа ата-аналармен бірге киноларға баруға болады, кинотеатрларға, немесе бала бақшада Қазақстанға виртуалды экскурсия дайындауға болады. Осындай бағыттағы жұмыстарды ашып жазып қойдық. Мен қысқаша айтатын болсақ, біздің платформада біртұтас тәрбиеге байланысты жұмыстарды сіздерге көрсетіп отырық. Қандай бағытта бір жаңағы апталық және айлық бағыттардағы жұмыстарды көрсеттік. Ең басты осы жұмыстарды ұйымдастырғанда сіздер бағдарламадағы күтілетін нәтижелерге назар аударуыңыз керек. Күтілетін нәтижелер қандай? Ол жаңағы мысалға әділдік пен жауапкершілік құндылықтарда құзыреттілік қоғамға қызмет ету болатын болса, күтілетін нәтиже жауапкершілік, қарапайым дағдыларды меңгертуді. Ал енді заң және тәртіп құндылықтарында құзыреттілік, азаматтық борыш пен парасаттылық, яғни ол жерде балалар қандай құндылықтарды сіздер енгізуіңіз керек және күтілетін нәтиже? Ол үлкендерді құрметтей білуге бағыттағы жұмыстарда, үйде, бала бақшада, қоғамдық орындарда өздерін қалай ұстау керек балалар? Осы құндылықтарды балалардың бойына сіңіруіңіз керек. Сол осындай бағыттағы жұмыстарды жүргізуіңіз керек. Қысқаша менде енді осы презентациямызды орыс тілде жүргізуге рұқсат етіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, чатқа жаза беруіңізге болады. План реализации программы «Біртұтас дошкольных организациях», он утвержден
программа утверждена Министерством просвещения Республики Казахстан. В этом году она обновлена. Приказ вышел 30 июля за номером 194. Очень много вопросов поступает к нам, звонит, да, как нужно его реализовать, если календарное тематическое планирование, да, как нужно начинать работу в данном направлении в детском саду. Поэтому на нашей платформе, если вы имеете такую возможность подписаться на нашу платформу, то на платформе разработана целая программа плана реализации программы Бартутас Тарбия в дошкольных организациях. А до этого в августе месяце Министерством просвещения, управлениями образованиями, отделами района ГРНО проведена разъяснительная работа по внедрению данной программы в организациях образования. Очень много поступает вопросов, что эта программа предназначена только для школ, в ней не участвует дошкольные организации. Мы хотим разъяснить, и поэтому сегодня запланировали данный семинар, потому что очень много вопросов к нам поступало. С чего начинается программа? Вы знаете, сама программа, она начинается с самого начала учебного года, да, и распределена на 9 месяцев. Определены ожидаемые результаты программы, да, в результате последовательной и комплексной реализации программы ожидается формирование и развитие ценностей и ключевых компетенций, да, выпускников организаций всех уровней образования, в том числе и дошкольных организациях. То есть вы все знаете, что согласно типовых правил деятельности дошкольных организаций, учебный год в детских садах тоже начинается 1 сентября и завершается 31 мая. Да? Поэтому все 9 месяцев, да, у нас распределены по 9 месяцам ценности и определены компетенции. Да? Согласно данной программы мы разработали план действий по реализации программы. Она должна была начаться у вас уже в августе месяце. Вы должны были подготовить и утвердить комплексный план программы Бартутас Тарбия. Это вы должны были, как руководитель детского сада, методист, его в августе утвердить. Дальше должны были провести семинар по данной тематике, да, разъяснить всем сотрудникам, как нужно и что нужно делать по обновленному содержанию программы Бартутас Тарбия и алгоритм ее реализации. Дальше вы должны были разместить комплексный план на сайте дошкольной организации и информировать всех, да, не только педагогическое сообщество, но и родителей. И согласно 194 приказа Управление образования проводит мониторинг, да, ежеквартально, то есть вы тоже в своей организации должны проводить мониторинг. Следующее – это обязательно освещать, то есть делать публикации в средствах массовой информации, в социальных сетях, то есть обязательно вы должны на сайте дошкольной организации, да, на социальных сетях Инстаграм, на Фейсбук или в Телеграме предоставлять информацию, как в вашей организации реализован план действий по программе Бартутас Тарбия. Дальше, согласно 194 приказа, программа Бартутас Тарбия разделена на ежедневные мероприятия, да, которые вы должны проводить ежедневно, и на недельные мероприятия. И дальше по каждому месяцу определены ценности, да, и компетенции. Смотрите, ежедневные мероприятия в программе, они расписаны. Это проведение национальных игр с детьми дошкольного возраста, которые вы и раньше проводили, да? Но здесь теперь вы знаете, что в циклограмме вы должны будете это отображать.
Да. Очень много было вопросов, как она отображается. Можете написать, да, там, название «Оттоойн», «Ол казнасы», данное мероприятие, вот так оно называется. Дальше с родителями и родители со своими детьми должны проводить беседу по формированию навыков свободного общения взрослых и детей. Да? То есть во время приема детей вы должны будете с родителями вести, родители должны со своими детьми, и в своей работе вы должны обязательно это все указывать. Следующее мероприятие – это экологическое воспитание. Да? Это на тему экологического воспитания это и игровые, познавательные, это и экспериментальная деятельность, может быть, да, в дошкольной организации. Можно, есть сады, которые работают с экологическим направлением. Следующий, 4-й раздел ежедневных мероприятий, так называется кикмбре, формирование у детей интереса к прослушиванию музыки, эмоционального восприятия и прослушиванию музыки именно на национальной инструменте домбры, да, вот на это вы должны акцентировать внимание. Это ежедневные мероприятия, которые, конечно, вы и так проводите. И следующий этап – это еженедельные мероприятия. То, что вы должны еженедельно проводить, это исполнение гимна Республики Казахстан на утренниках, да, что вы и делаете. Это цитаты недели, теперь вот это новое, этого раньше у нас не было, да, то есть каждую неделю вы должны разместить, определиться с цитатами согласно ценности каждого месяца, да, и размещать его на сайте дошкольной организации, в коридорах, в фойе дошкольных организаций, или же вывешивать, да, в родительских уголках и группах. И 3-й раздел ежедневных мероприятий – это правила безопасности, то есть обучение правилам дорожного движения, основы безопасности жизнедеятельности быту. Не только воспитанников, да, но и вы должны обучать и педагогов дошкольных организаций. Основам безопасности должны и сами внимательно относиться, потому что в прошлом году с 117-м приказом внесены изменения, да, в разделе «Антитеррор» дошкольной организации, на которую вы должны обратить внимание. Теперь по каждому месяцу определены у нас компетенции определены и определены согласно данных компетенций ценностей. Перед вами мы показываем программу на сентябрь месяц. Сентябрь у нас мы должны развивать ценности. Это месяц трудолюбия и профессионализма. Да? Мы подготовили цитаты недели, например, прошедшая первая неделя мы использовали цитату Юсупа Баласагуни «Познание моря без края и дна», да? Потому что мероприятия, которые прошли, это был 1 сентября, День знаний, и проведение Дня языков народа Казахстана. Да? Вот эти мероприятия, они были запланированы 1 недели сентября. Уже на этой неделе цитата недели «Труд отрада, лень, жестокий бич», цитата словами Абая Кунанбаева. Что мы рассматриваем на этой неделе? Конечно, так как это месяц трудолюбия, да, мы полностью эту неделю посвятили подаркам осени. То есть это осенний урожай, это изготовление поделок и природных материалов. Оно так и было в ваших детских садах. Вы всегда эту неделю, не только эту неделю, весь сентябрь месяц прорабатываете, да, как раз осенние, тематика осени, осень, тема трудолюбия, да, это экологические десанты, да, в данном направлении. Вот эта работа вы как раз должны были провести на этой неделе. И следующей, 3-й неделе
Та же тема «Сентябрь продолжается, месяц трудолюбия», да? Цитата следующая – это «Ничто в жизни не дается без большого труда». И третью неделю, я бітіп қалды қазақшасы, екіде басталған жол емес па, сағат 3 болды. Внедрение, да, проекта «Школа самокатов» мы использовали, потому что, обратно повторюсь, обязательно среди месяца вообще каждый день уделять внимание основам жизни безопасности детей. Поэтому на нашей платформе разработана проектная деятельность «Школа самокатов». Оно находится в разделе STEAM образование. И сейчас я вам могу открыть вам школу самокатов и показать, да, какая это проектная деятельность, что там рассматривается. Вот сейчас демонстрация будет. Вот, смотрите, проектная деятельность, школа самокатов, расписан вид проекта, кто участвует, то есть какие группы, да, мы взяли старшую, можно использовать и в средних группах, и в младших группах, потому что дети на самокате уже с 1 года умеют уже кататься. Сроки реализации вот как раз весенне-летний период, осенний можно захватить, если у нас будут теплые дни, да. Актуальность проекта вот сегодня, знаете, да, модная тенденция – это использовать всей семьей доступные средства передвижения, да. Зачастую дети к вам приезжают. Панфилов ауданы Қайнар бұлақ балабақшасы жатып қарап жатсыз, семинарда не істеп жатсыз? Енді сол қалып еді тек қана семинарда. Ұйықтап қарап жаттыңдар, масқара ғой мынау дейтін. Қай білім мекемесінде жұмыс істеп отқандарды ұмытпаңдар, әріптестер. Ондай болса қатыспаңыз біздің семинарға. Смотрите, актуальность, да? Почему актуально мы взяли школу самоката? Потому что это уже требование времени, дети катаются на самокат. Мы должны научить детей правильно воспользоваться самокатом, научить их правилам дорожного движения, да? И вот цель самого проекта – это формирование культуры безопасного поведения на дорогах. Очень много вопросов нам вот, в течение буквально вот последние 3 недели задают, что мы должны рассматривать, есть ли тематика, да, программы, на что нужно акцентировать внимание. Поэтому я перед вами вот раскрыла данный проект и показываю, да, какой ожидаемый результат, какие задачи с проекта, как нужно подготовить работу в данном проекте, да, если через презентацию вам видно, вы здесь видите, да, какие игрушки, какие атрибуты нам требуются. Даже есть музыкальная подборка песен, да, работа с родителем. Зачастую всю работу воспитатель берет на себя в детском саду, а мы должны научить всех, что организовывать работу вместе с родителем, потому что сама модель дошкольного воспитания и обучения в модели рассматривается рассматривается в 48-м пункте именно новый формат работы с родителями. Не только воспитатели, мы должны научиться работать и с родителями, и родители должны включаться во все проекты дошкольной организации. И основной этап, какую работу мы проводим, какая тема бесед. Не только вот, например, это хоть и краткосрочный проект, но мы здесь расписали беседы по безопасности дорожного движения, да, для чего нужно знать и выполнять правила дорожного движения при управлении самокатом, велосипедом, знакомство с улицей, управление самокатом во дворе. Посмотри налево, посмотри направо, безопасность на дорогах, регулировщик, правила пешехода и водителя. Совместили также художественно-творческую деятельность. И итоговые мероприятия мы расписали здесь. И посмотрите, вот какая работа проводится с родителями. То есть это совместная деятельность родителей и детей. Вот эта работа как раз она должна быть отражена в ваших циклограммах. Вот когда у вас утром идет беседа, вы должны говорить родителям, что в этом месяце у вас, например, октябрь месяц у нас это
тематика – это единство и солидарность. И, например, и мы рассматриваем вот такие-то ценности. Дети должны знать элементарные нормы поведения в семье, в детском саду, элементарное поведение детей в общественных местах, как себя вести детям на улице, как себя вести с самокатом на улице, да? И смотрите, вот здесь мы рассмотрели работу с родителями. Дорога не терпит шалости, наказывает без жалости, детский травматизм. Вы можете вместе с родителями просмотреть маленькие документальные фильмы или мультфильмы. Дальше. Составление совместно с детьми папки-передвижки. То есть не вы как воспитатель составляет, а родители вместе с детьми дома могут составить вот эти маленькие папки-передвижки, используя фотографии детей, как они катаются на улице, как они соблюдают с семьей правила в дорожном движении. А не те папки, которые вы всегда размещаете, да, где там цветные картинки, да, а именно разместить. И, конечно, внимание детей заострится на этом, если это будут фотографии их семей, как они переходят улицу, как они вместе с семьей катаются на велосипедах. Да? Вот такие новые форматы работы. Семейные уроки на перекрестках – это работа, которую проводят родители. То есть вместе с детьми вы приглашаете к этой работе родителей. И дальше заключительный этап – это мой веселый самокат развлечения. Вместе с детьми и родителями вы можете устроить спортивное состязание. И театрализованное представление «Лесная школа самокатов», где дети уже вместе с самокатами, это театрализованное представление, да, когда дети уже вместе с родителями устраивают маленький театр в детских садах. Это маленький образец работы, я постаралась вам показать. Следующий можете просмотреть по следующей неделе, да. И в циклограмме работы, посмотрите, нам спрашивают, вот когда приходит к нам проверяющий, нас спрашивают, отражено ли в циклограмме именно программа Бартатастарбе. Ваша ежедневная работа – это и есть программа Бартатастарбе. Вы должны уметь защищать, когда показываете циклограмму, потому что это каждодневная ваша работа. Единственное, что вам требуется, например, месяц сентябрь у нас, да, мы сказали, что это тема трудолюбия, да, и поэтому целый месяц вы должны развивать в детях ключевые компетенции согласно вот как раз трудолюбие. То есть и при утреннем приеме детей вы говорите на эту тему. При беседе с родителями вы затрагиваете данную тему. Да? В самостоятельной деятельности детей вы тоже затрагиваете тему трудолюбия. Как, например, в группе провести работу по данному направлению. Это, возможно, детская библиотека, да, то есть когда где, например, уголок книг, да, проводится работа в детском саду, дети значит, просматривают книги. Но чтобы начать эту работу, вы можете познакомить детей, как печатается книга в типографии. Дальше что вы воспитываете в детях? Трудолюбие. Как можно сделать свою книжку, да, вместе с вами. И вот эта вся работа, она расписана у нас здесь в циклограмме. Для того, чтобы вот некоторые просили у нас, чтобы оно было отмечено, и чтобы мы смогли увидеть в циклограмме данную работу, мы их и назвали, да, теми же
мероприятиями, которые расписаны еженедельные, ежедневные мероприятия, у недели он 10 минут, безопасность, да, тема экологии. Мы его для вас вот такие указали в циклограмме, чтобы было видно, что данная работа есть в циклограмме, она расписана. Если Извините, будет у вас, пожалуйста, смотрите, можно вот. Мгм. вопрос можно задать по теме Ага, сразу? А да, скажите, это Берликская школа, эколога Битамусрепова. А вот, допустим, безопасность в каком режимном моменте можно прописывать? А безопасность можно прописывать. Я как раз начинала же. Я Ее могу можно прописывать во всех разделах. Вот я говорила о школе самокатов, когда принимаете детей, да, утром ведете беседу с родителями. Это и прогулка, наблюдение, трудовая деятельность. Например, вот в циклограмме как раз демонстрации вы как раз говорите, и вот я открыла. Прогулка, наблюдение, трудовая деятельность, подвижная игра, самостоятельные игры. Вот здесь мы и расписали безопасность. Наблюдение во время прогулок можно затрагивать эту тему. Во время самостоятельной деятельности вы можете раздать как раз месяц, целый сентябрь у нас ценности – это воспитание, трудолюбие у детей, да, у воспитанников. Вот в книжном уголке у вас как раз должны быть книги на данную тематику. То есть оно не ограничивается, что конкретно в самостоятельной деятельности или конкретно в индивидуальной работе с детьми. Здесь во всех этапах режима дня вы можете эту работу расписывать. И в наших циклограммах, циклограммы у нас все расписаны на 30 листов, и мы здесь все эти вопросы и учитываем. При проведении сюжетно-ролевых игр, да, при проведении других игр, упражнений, да, тоже как раз можно рассмотреть все темы, касающиеся. Следующая циклограмма вот перед вами. Если потом будут вопросы, я еще раз остановлюсь. А сейчас хочу вам продемонстрировать циклограмму деятельности методиста дошкольной организации. Вот именно методист дошкольной организации является ключевым человеком, который организует всю работу детского сада, тем более методическую работу. Поэтому в циклограмме методиста мы постарались полностью отобразить программу Бертетас Тарбе. Посмотрите, как раз мы перед вами презентацией открыли циклограмму на следующий месяц, на октябрь. Смотрите, циклограмма методиста начинается с цитаты недели. То есть ежедневно у вас должна быть определена цитата недели согласно ценностям и ключевым компетенциям месяца. Да? Октябрь у нас это независимость и патриотизм. Да? Вот смотрите, на все 4 недели мы расписали цитаты недели. Видите, да, перед вами. Например, мы начали октябрь с цитаты президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, цитата «Независимость превыше всего». Да? Как раз рассматриваем ценности независимости и патриотизм. Дальше, здесь я не буду останавливаться, это нормативно-правовые документы, которыми должен работать методист. На каждую неделю мы расписали, какие нормативные документы. Это работа с педагогами, какую она работу проводит. Это аттестация педагогических кадров. Это организация работы с молодыми, да, и вновь прибывшими специалистами. Это организация педагогического совета. Это организация работы методического совета. Работа центров компетенции, творческих групп, экспериментов, да, дошкольной организации. Это контроль и руководство. Это семинары и проекты, которые реализуются в детском саду. Это консультации для педагогов, как раз методисты предоставляют консультации. Да? И вот следующим хочу обратить внимание, вот именно физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Вот здесь мы и расписали как раз все, что должно проводиться в дошкольных организациях. Именно в циклограмме какая работа. Вот
только что вы задали, да, в каком режимном моменте, да, говорить про безопасность. Пожалуйста, вот все темы, оно как раз здесь расписано. Следующий раздел в циклограмме методиста – это мероприятия по охране жизни и безопасности детей. Здесь мы расписали все мероприятия. Дальше следующее мероприятие – организация цикла бесед у Нигеля 15 минут, Нигеля 15 минут. Мы расписали темы цикла бесед, цели, задачи какие, да. Дальше работа с родителями. Здесь тоже мы затрагиваем все эти вопросы. И самые вот выставки, конкурсы, праздники, экскурсии и проектная деятельность. Вот каждую неделю вот здесь мы расписываем всю работу, именно воспитательную работу по программе Бартатастарбе. То есть это проведение мероприятий Дня Республики, проведение утренник «Я горжусь своей Родиной». Это спортивное состязание, как раз национальные казахские игры, национальная игра без темщека проводится. Дальше, в следующей неделе продолжается флешмоб «Одна страна, одна семья», проведение конкурса национальных казахских танцев. В следующей неделе это конкурсы, рисунки и фотовыставки. Как раз там и затрагиваем тему экологии. Да? Вроде бы тема независимость, патриотизм, вот и тема экологии здесь. То есть это рисунки, поделки животных, диких и домашних животных, которые обитают в Республике Казахстан. Это исследование экосистемы природных заповедников. Это экологические десанты с родителями по теме «Мой Казахстан». Это экологический проект «Юный метеоролог». Следующую, 4-ю неделю, как бы завершающую неделю месяца, мы проводим показа мультфильмов, фильмов о казахской культуре, истории, совместные просмотры с родителями. Это виртуальная экскурсия по Казахстану. Здесь вы можете привлечь родителей, и с детьми они могут рассказать, как провели лето, и где они отдыхали. Да? И если это много сейчас родителей выбирает отдых в Казахстане. Да? Маржан, микрофондарны қосып үйреніңдерші. И вот смотрите, на нашей платформе, на платформе Блим Kids, я еще раз повторюсь, в разделе медиа есть контент TikTok Junior. Выключите, пожалуйста, микрофон, вы нам мешаете. Есть TikTok Junior, раздел медиа-контент, где не только развивающие мультфильмы, но есть раздел TikTok Junior, где как раз детям можно показать достопримечательности Республики Казахстан и другие, да, и другие документальные фильмы, используя нашу платформу. Посмотрите. Сейчас я попробую включить вам, например, раздел «Космонавты». Да. Угу. И вам не надо никуда ходить. Вы можете в детском саду открыть кинотеатр. Слышно, да, звук? Слышно звук, да, коллеги? Слышно. Да, да. Угу. В каком разделе нашли? Гидросистем, да? То есть в разделе TikTok Junior очень много развивающих фильмов для родителей, для детей. И завершением вот целого мероприятия, которое мы с вами запланировали, да, в октябре месяце, можно завершить как раз проведением просмотра совместно с детьми вот таких виртуальных фильмов, которые сплотят ваш детский сад, и как раз вы в своих отчетах как раз и можете
расписать данное мероприятие, показать данное мероприятие. Вот коротко, если о том, как в детских садах, Гульзия, выключите звук, как в детских садах реализовать программу Бартутас Тарбие. Если есть вопросы, можете задавать. Мгм. А на флешку скачиваются они? Да, да, да. А как? Скачиваются, но не показывают ведь. Скачивается и показывает все. Все есть. Если вы приобретете нашу платформу, медиа-контент для вас доступен полностью. Вы можете скачать и на флешку, вы можете скачать на электронную почту, вы можете скачать его и в ноутбуке показываете. Вы можете даже через смартфон зайти и показывать. Сюда скачать Сәлеметсіз уже бе? Мгм. видно. Становится. Вот это вот план реализации программы Бартутас есть в Блим Kids, да? Да, Каким да, образом да. включать циклограмму? Да, бәрі бар. Біз бүгін қазір телефондарыңызды қалтырыңыз, мына жерге чатқа жазып, бүгінгі семинардың жаңағы семинарда көрсетілген жоспары бар, осы біртұтас бағдарламасын іске асыру жоспар, біз сіздерге салып жібереміз. Мен мысалы бүгін тек қысқа көрсеттім ғой сізге, тек қана бір апта, бір айлық шараларды да. Циклограмм бір апталық, әдіскердің жұмысын бір айлық, ал сіздің телефондарыңызды қалтырсаңыз, біз сіздерге толық осы іс-шара жоспарын саламыз. То есть во время презентации я вам только показывала короткие, да, презентации, например, циклограмм только на неделю, циклограмм методиста только на месяц, да. Полный план работы по реализации программы оставьте свои контактные телефоны, мы вам отправим на WhatsApp. Басқа сұрақтарыңыз, әріптестер? Здравствуйте. А когда Здравствуйте. можете отправить? Можно? Да, Сразу сегодня попозже. оставьте сразу телефоны, наши менеджера вам отправят сегодня в течение Хорошо, до вечера. спасибо. Мгм. Скажите, вы пожалуйста, а подписка на Блим Kids сколько стоит? Ага, подписка на Блим Kids стоит 200 тысяч тенге. Вам предоставится возможность разделить данную оплату 2 раза, да, по 100 тысяч каждый месяц. И саламатсыз ба, сұрақ қоюға бола ма екен? аха, болады. Мына сізден сұрайын дегенім де, мысалға, мына Білім Kids'тан бағанағы бала бір жақсысы бізге мысалы өте тиімді балабақша жоспары, сосын жаңа педагогтардың барлық құжаттары да бар екен. Енді осыдан біздер алып, осымен жұмыстарда аттестация уақытында ешқандай не болмай ма екен? Қараңыз, қараңыздар, сіздер ойлайсыздар, міне бәрін алдық, сіздерден бәрі күшті дайындадық, и аттестацияны ертең өтіп кетуге бұл мүмкіндік бере ма деп. Алмагүл, микрофоныңызды айырып қойыңызшы. Әрине, аттестация уақытында ол сізге үлкен көмектеседі. Бірақ қараңыз, міне жоспар, яғни әдіскердің жоспары жасалып тұр бұл жерде. Циклограммалар жазылған. Бірақ ол циклограммаға өзгеріс енгізу керек қой. Біздің циклограмманы алып, бұл жерде сіздің балдарының аттарын білмейміз, ата-аналарды білмейміз, баламен жеке жұмыс біз жасап қойдық. Біз оқу бағдарламасына бағытталған жұмыстарды салып қойдық. Ал енді сол топтың, әр өнердің, әр топтың өзінің жеке ерекшелігі бар ғой. Сол ерекшеліктерді сіз салып көрсетуіңіз керек. Ал негізгі оқу бағдарламасындағы тұрған нәрсенің бәрі тұр. Меңгерту бағытында біз жұмыс салып қойдық. Біздер дейтін, енді мен өзім қазір Казталовка ауданы жаңа жол ауылы Шаттық бөбекжайының әдіскерімін. Біздер шыны керек осы уақытқа дейін биылда осы Білім Kids'тан былтыр дейтін бізге көп көмегі болды. Действительно мына неде барлығы бар. Бірақ енді әркім өзінің жаңағы бөбекжайының жұмыс жоспарына байланысты өзгертіп аламыз ғой енді. Бірақ кәдімгідей бізге өте жаңағы несін пайдасын келтіріп отыр. Тек жаңағы қай жерден алған, мысалы біреулер сұрайды ғой енді қай жерден алып жатсыздар деп, сонда Білім Kids'тан алып отырық деп айтамыз. Біздер өзіміз жазылдық мекеменің атынан.
Әрине Өте сіздің цифрлық платформа жаңа ішінде медиа контент бар, ішінде мониторинг бар, ішінде баланың жеке даму картасы барлығы бар. жасақталып шығады, барлығы бар. Бірақ Медбикенің құжаты бәрі бар екен. медбикенің бәрі бар. Толық балабақша қалай жұмыс істеу керек? Сол бағытта құжаттардың бәрі ішінде тұр. 200 мың теңге былай қарағанда ол дымда емес. жылға ма? себебі бір ішінде сұрауға толық бола ма құжат бар. тағы сізден? Иә, Бір болады. сұрақ. Анау Иә, бір жылға. қазақ тілі маманның циклограммасы жоқ қой деймін, тек қана перспективный планы бар. Қараңыздар, құрметті әріптестер, негізінде мына ұмытып кетіп отырмын, ереже бар ғой бізде. Сіздер де үйреніңіздер. Өздеріңізге сабақ болу үшін айтам. Мысалға сіз сұрақ қоярдың алдында жаңағыдай мен мысалға Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Жаңажол балабақшадан тәрбиешімін, ісімі Светлана деп өздеріңізді таныстыру керексіңдер ғой. Біз көшеде автобуста кетіп бара жатқан жоқпыз ғой. Мен Билет ала қойыңыз дегендей. Сондай Ақмола бағытта. облысы Целиноград ауданы Родина ауылының Солнышко бөбекжайының әдіскерімін. Өте тамаша. Содан не сұрайын дегенім сізден, сол қазақ тілі маманның Қазір мен айтып түсіндірем. ғана бар, тек қана циклограммасы жоқ қой Қазір деймін, мен түсіндірем. Қазір айтам сіздің сұрағыңызға жауап. 130-ші бұйрық. Білім және ғылым министрлігінің 382-ші бұйрығымен өзгерістер енгізілді. Бірінші нұсқа 130 болады. Міндетті педагогтардың құжаттарын жүргізу бұйрық. Сол бұйрықта былай деп жазылған. Цикл перспективалық жоспар міндетті түрде жылдың басында 9 айға жасалынады. Ал циклограмма әр аптаға тәрбиеші сол топта қызмет атқаратын мамандармен бірлесіп циклограмма жасақтайды деген. Яғни жазады. Сондықтан бөлек-бөлек циклограмма болмайды, әріптестер. Сол топтың циклограммасының ішінде қазақ тілі тұр. Сондықтан сіздің сұрағыңызға жауап бердім ба? Иә, жауап бердіңіз. Біз солай жасап жатырмыз ғой, бірақ негізі мен ойлағанмын. Енді қазір өзгерістер болып отыр ғой, сол биылдан бастап, может быть, бөлек циклограмма вообще шыға ма екен деп. Ол шығару үшін біз нормативті құжатқа сәйкес жасаймыз. Ал нормативті құжат бүгінгі таңда 130-ші бұйрық. 130-ші бұйрықтың ішіне өзгеріс енгізіліп, сосын шықса, қайтадан жазылса, қазақ тілі мұғалімдер циклограммасын бөлек жазсын деген енгізілсе, онда біз бөлек жазуды дайындаймыз. Ал бүгінгі күнде біздер оны бөлек дайындауға ешқандай құқығымыз жоқ. Себебі оқу ағарту министрлігі ол бұйрыққа солай жазған. Топта тәрбиеші мамандармен бірлесе отырып, бір топқа бір циклограмма жасайды деген. Сондықтан сол циклограмманың ішінде міндетті 2 сағат қазақ тілі бар да, 1 сағат қазақ тілі бар әр топта, және күнделікті қазақ тілі бағытындағы жұмыстар жүргізілу керек. Сол жұмыстардың барлығы циклограмманың ішінде тұр. Микрофонды айырып қойсаңыз, әріптестер. Саламатсыздар. Мен Шымкент қаласы номер 34 Ақжелкен бөбекжай бақшасының педагог-психологымын. Аты жөнім Тасболатова Майра Құдайбергенқызы. Менің сұрайын дегенім, бізде білім Kids бойынша жалпы психологтың жылдық жоспары, психологқа қажетті сабақ жоспарларына түгел ма? Түгел. Толық қамтылған ба? Иә, өйткені осыдан 1 жыл бұрын ба, біз осы білім Kidspен бізді оқытқан болатын онлайн, біз барлығымыз оқыдық. Жақсы мағлұматтар алдық, бірақ бұл кезде логопед, психолог мамандардікі дайын емес деді да? Ал қазіргі таңда, қазір мен демонстрацияны ашып жатырмын, құрметті әріптестер. Сізге сол демонстрация арқылы көрсетейін. Яғни, мені документы по коррекционной деятельности дейтін, қазақ тіліне ауысайын қазір. Қазақ тіліне ауыстым. Әдістемелік кабинеттің ішінде жаңағы осы арнайы түзетуші іс-әрекетінің құжаттары деген бөлім бар. Көріп тұрған боларсыз да? Көрініп тұр ма, әріптестер? Мына қараңыз, осы жерде логопед, психолог, дефектолог және тифлопедагогтың құжаттары бар. Мына осы жерде психолог қандай құжат жүргізеді, мені қараңыздар, барлық құжаттар осы жерде жасақталған. Сонымен бірге осы платформаның ішінде
коррекциялық іс-әрекет деген бөлім бар. Ол жерде де психологтың, мысалға міне көріп тұрған боларсыз да, көрініп тұр ма әріптестер? Психологтың, міне топтарға байланысты жүргізетін де жаңа іс-әрекеттері бар. Міне қараңыз, мінез құлық ерекшеліктері, танымдық жүйелеріне, эмоционалдық интеллектке байланысты да жасақталған конспектілер де бар. Өте жақсы, рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Тағы да әріптестер Сәлеметсіз сұрақ бе? болса. Сұрағым бар еді. Аха. Күн Мен ана- тәртібі мен циклограмманың құрылымы екі түрлі болып тұр да. Күн тәртібінде кешкі ас бар, циклограммада кешкі ас бар да, күн тәртібінде жоқ. Соны өзіміз реттесек бола ма, екі жақта да бірдей қылып? Сіз есіңіз кім болады, қай жақтансыз, осы жаңа айтып қойдым ғой. Ережеге сәйкес үйреніңдер әріптестер. Қазір қосылдым Басқа да. Аяқ асты. Иә, Қосып қазір еттім. қосылсаңызда да, қай жерде, қалай қосылсаңызда да ереже болу керек қой. Біз көшеде келе жатқан жоқпыз, автобуста да билетті бере салыңызшы дейтіндей. Біз сіздермен бірге семинарда қатысып отырмыз. Қазақстан Республикасының көлемінде жүргізіліп жатқан семинар. Сондықтан басқа әріптестер кім сұрақ қойып жатыр екен деген сұрақ туындайды ғой. Кім сөйлеп жатыр екен? Автобустың кондукторы ма, әлде мектепке дейінгі ұйымда қызмет атқаратын педагог па? Қоя беріңіз сұрағыңызды. Мен Күн тәртібінде, мысалы жаңа түсіндім сұрағыңыз, күн тәртібінде бұл жерде біз барлық мысалға жасақтағанда тұтас үлкен жаңа 10 сағаттық жұмыс істейтін балабақшаға бағыттап жасаймыз ғой. Сондықтан барлық жаңағы 2 таңғы ас бар бізде да, мысалға сол күн тәртібіне сәйкес жасаймыз. Ал сіздер, мысалға, бір балабақшалар бар, 9 сағат жұмыс істейді да, мысалға, бір балабақшалар бар, мысалы, шағын орталықтар жарты күн жұмыс жасайды, тек қана да 4 сағаттық, 5 сағаттық. Сондықтан алып өздеріңізге бейімдеп аласыздар. Қатып қалған ешқандай құжат жоқ. Сіз өзіңіз алып, оны ішін реттеуіңіз керек. Мүмкін сіздің өзіңіздің бір факультативтарыңыз болар, үйірмеңіз бар болар, а бізде олар жоқ, біз оны қарастырған жоқпыз. Отырмайсыз ғой, кетістен алып едік, оның ішінде жоқ, сосын біз жазған жоқпыз деп. Сіз петкениспен ол үйірмені бекіткен боларсыз, факультативті енгізген боларсыз. Яғни сіз оны онда ішіне кіргізуіңіз керек. Яғни өздеріңізге, өз өнеріңізге, өз балабақшаның жұмыс ережесіне сәйкес өзгертулерді енгізіп, дұрыстап алу сіз міндеттісіз. Біз сіздерге үлгі ретінде, қаңқа ретінде жұмысты көрсету бағытында беріп отырамыз. Ал ішінде әрбір баланың атын салу, ата-анамен қандай әңгіме жүргізесіз, банағы ауа райы өзгеріп кетті мүмкін. Біздер Астанада отырып күн боран дейміз, Шымкентте күн жарқырап тұр. Сондықтан ондай өзгерістер сіз енгізуіңіз керек, немесе баламен жеке жұмыс болады. Әрбір балада жеке жұмыс әртүрлі болуы мүмкін. Біз оқу бағдарламасын меңгеру мақсатында салып қойдық бір жұмыстарды. Бірақ сіздер өз бағытыңыз, өзіңіздің өткізетін жеке жұмысыңызға қарап, бол жұмыстарды жасақтауыңызға болады. Қатып қалған еш нәрсе жоқ. Реттеу, дұрыстау, ол сіздің міндетіңіз. Міндеттісіз оны жасауға. Тағы да сұрақтарыңыз. Арай Бөбекжай, қол көтеріп отырсыз ғой, сұрақ қойыңыз. Есть еще вопросы, коллеги? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Иә, мен Шымкент қаласынан Сайрам ауданы Шырын Бөбекжайдан Ергешова Дилбар хабарласып тұрмын. Менің қоятын сұрағымшы, сол білім кетістегі мультфильмдер, ертегілер, тағы да басқа да ойындаршы, ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттер бар ғой. Дайындалып, аудио-видео қылынған барлығы. Соларды флешкеге түсіріп алып, сосын теледидар арқылы көруге бола ма? Болады. Жаңа қойды Дилбара, сіздің әріптесіңіз сіздің алдыңызда болады. Жүктеп алып, теледидар арқылы көрсетуге болады. Аға, рахмет, Алла разы болсын.
Сізге де жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Тағы да әріптестер сұрақтарыңыз болса, жылдам қояйық. WhatsApp группа ашыңыз дейді. Әрине ашамыз, сіздерге бәріңізге жібереміз. Телефондарыңызға бүгінгі семинардың материалы кетеді. Скажите, дейді, пожалуйста, указывать нужно везде циклограмме или выборочно на усмотрение воспитателям. У вас каждый день эта работа проводится, но вы завтра, когда придут, там же нигде не говорится, методических рекомендаций не написано же, что нужно это указать, что это нужно расписать. Как вы сами завтра при проверке сможете защитить свою циклограмму? Это от вас зависит. Ни в одной методической рекомендации не написано, что нужно указывать и все это расписывать. Вся эта работа по программе Біртұтас тәрбие, это она проводится, проводилась и будет проводиться. Но только на что нужно обратить внимание, да? На этом сегодня мы акцентировали внимание. Есть мероприятия ежедневные, есть мероприятия еженедельные, и каждый месяц вы при проведении работы с детьми должны акцентировать на ценности и на те компетенции, которые вы должны развивать. Они расписаны по месяцам. Например, я уже говорила, да, что в сентябре месяце, да, ценность – это независимость, это трудолюбие, да, и профессионализм, да. То есть здесь есть свои компетенции, которые вы... Это инновационное мышление должны компетенции развивать. Следующий месяц – это независимость и тогда уже и патриотизм. Компетенция – это продвижение национальных интересов. Вот эти ценности и эти компетенции вы должны развивать в детях. Самое главное это. Яғни әр ай сайын құндылықтарды балалардың бойына сіңіру бағытындағы жұмыс болу керек. Мысалы, қыркүйекте айттық қой, еңбекқорлық пен кәсіби біліктілік. Яғни бұл жердегі жаңағы осы құндылықтарды балалардың бойына сіңіруіміз керек. Сол бағыттағы жұмыстар жүргізілу керек. Сіздер бір ай бойы балалармен еңбекқорлық, еңбек ету керек. Еңбек түбі береке деп, олар осы құндылықтарды бойына сіңіруіңіз керек. Бір ай осы құндылықтарға бағытталған күнделікті жұмыс, таңғы қабылдаудан бастап баланы үйіне шығарып салғанша осы бір ай бойы осы құндылықтар туралы айтуыңыз керек. Ол ана жерде болу керек, ол мына жерде болу керек, ол ана жерде қызыл болып жанып тұру керек деп ешқай бір әдістемелік нұсқаулықтар жоқ. Немесе ол тақырып болу керек деген жоқ. Сіздерге нақты әр айда құндылықтарды берген. Сол құндылықтарды тағы да қайталаймын. Балалардың бойына сіңіру бағытындағы жұмысты жүргізуіңіз керек. Рахмет, сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Тағы да жоқ болса. Здравствуйте, можно вопрос? Да, можно. Здравствуйте, это город Павлодар, частный сад Лингва. Вопрос такой. Мы обязательно ли нам вводить в группах раннего и младшего возраста, это дети 1-2 лет, данную программу? То есть во всех группах, да, включить должны? Да, во всех группах, ну, я не знаю, на английском языке, что ли, теперь вам объяснить, и на казахском говорил, и на русском говорю. Да, но самое главное, обратно я вам говорю, вот у вас маленькие дети, они только пришли в детский сад, вы говорите, ясельная группа. Какую компетенцию в сентябре месяце должны в них развивать, вложить в них? Какие ценности? Например, сентябрь – это ценность трудолюбия, компетенции, инновационное мышление. Как вы понимаете в ясельной группе? Друг другу они оказывают помощь, помогают друг другу. Если кто-то не справляется, да, вот это же есть главная компетенция. Вот должны привить в них любовь к друг другу, уважение друг к другу, чтобы они вот с малых лет друг другу помогали. Вот это то, что вы должны привить в детях. А это ежедневная ваша работа, вы ее делаете. Но просто в каждом месяце, согласно программе Біртұтас тәрбие, разбиты на ценности и на компетенции. Я вижу.
Ясный сад Павлодар, отключите микрофон. Поэтому Добрый от день. всех, да. Добрый день. Добрый Детский день. сад «Пчелка». Можно вопрос задать? Да, да. Скажите, пожалуйста, а для музыкального руководителя у вас есть циклограммы? Дорогие коллеги, вы друг другу не слышите. Уже второй раз задаете. Я вам еще раз повторюсь. Открывайте и изучайте нормативно-правовые документы. В нормативно-правовом документе Министерства просвещения Республики Казахстан за номером 130 и говорится, что циклограмма составляется воспитательно совместно со всеми специалистами. Одна циклограмма на всю группу. И в этой циклограмме есть как раз и циклограмма музыкального руководителя, то есть это 2 часа, да, музыки у нас, например, в группах идет. То есть И отдельно нам не ежедневно. делать, да, циклограмму? Ну, прочитайте 130-й приказ. Вообще, я смотрю, с нормативно-правовыми документами вообще не знакомитесь. Это ваши методисты, заведующие, должны с вами отрабатывать данный вопрос, объяснять. Откройте 130-й приказ, прочитайте внимательно. Там есть примечание. В примечании написано, что циклограмма составляется на одну группу. С 2021 года внедрена модель дошкольного воспитания и обучения 137-м постановлением правительства Республики Казахстан. Основной целью модели сегодня является, то есть основная деятельность дошкольной организации – это игра. И через игру дети обучаются. Поэтому изменен стандарт, типовая программа, типовой учебный план. Если до 2022 года у вас были отдельно конкретные занятия, да, распределены, то сегодня музыка есть 2 часа в каждой группе, и музыка ежедневно проводится, да? И в документах мы, как раньше, не расписываем. У каждого была она отдельно. Сейчас перспективное планировано у всех отдельно, а циклограмма одна на одну группу пишется. Воспитатель совместно со всеми специалистами. Уже третьему человеку на одном и том же семинаре на этот же вопрос отвечаю. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Еще есть вопросы? Менде және бір сұрақ болып тұр еді. Мен жаңа тағы да қойған болатынмын. Шымкент қаласына мектепке дейінгі ұйымның психологымын, номер 34 Ақжелкен. Бізде қазіргі біртұтас тәрбие бойынша жалпы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Менің сұрайын дегенім, бізде мысалы үшін психолог мамандар біртұтас тәрбие бағдарламасын өзіміздің жылдық жоспарымызға мен өзіме сәйкес келетін 2 бағытты алдым. Ал өзімнің оқу қызметімде 6 құндылық бойынша жұмыс жүргізе берсем болады ғой, иә? Одан артығы қажет емес шығар. Өйткені мен шын оқып шыққанда көбінесе балаларды тәрбиелеу бағытында тәрбиешілердің жұмысына көбірек көрінген екен да, ал психолог мамандығына мен өзім сол бір 2 нақты тақырыпты алып, соны бекіттім. Дұрыс па? Сіз негізгі құндылықтар тек ол 2 тақырыпқа байланып қалмайды ғой. Негізгі құндылықтарды әр ай сайын қарастырылған құндылық пен құзыреттілік бар ғой. Сол айларда жұмыс жасап отырсаңыз балалармен, соларды жұмысыңызға алуға болады. Сіз психолог ретінде сізге нақты бір міне деп айта алмаймыз. Ол расында да әр топта сіз тәрбиешімен бірге бір жұмысты атқаратын болсаңыз топта, сол уақытта тәрбиешіден сұрайсыз. Осы айда әрине мысалға тәуелсіздік пен отаншылдық құндылық, құзыреттілік, ұлттық мүддені дамыту. Қандай бағытта сіз мысалға жұмыс атқарып жатсыз? Психолог ретінде сіз сол жерде байланысты орнатуыңыз керек болады. Жарайды, рахмет. Ал сізге арнайы осылайынан психологқа деп ондай мүдде қойылмайды. Түсіндім. Рахмет, әріптестер, баршаңызға. Сұрақ қояйыншы, бір сұрақ. Қоя қойыңыз. Мен Қарағанды қаласы Еркетай Бөбекжайының қазақ тілі мұғалімі. Бізде жаңағы номенклатура бойынша өзіміздің перспективалық жоспарымыз және циклограммамыз бар. Біз тәрбиешілермен бірге ол мүмкін емес. Үлгілікте берілген өзіміздің тақырыптарымыз бар. Біз сол бойынша циклограмма жазамыз. Циклограммада баламен жеке жұмыс бар, дербес әрекеттер бар, ата-анамен жұмыс бар. Осыған біз енді осы біртұтас тәрбиені қалай қосамыз? Сіз енді
мамандар сұрақ қойса айтасыздар 130 бұйрыққа сүйеніп қалай сіздер жазасыздар деп. Ол бізде бар, уже неше жыл біз солай бөлек өз циклограммамызды бөлек жазып келеміз. Талай аттестациядан өттік. Енді осы жөнінде қалай түсіндіріп бересіз? Біз қалай жазамыз мамандар? Музыка болсын, қазақ тілі мұғалімі болсын. Мен сізге енді өзіңіз айттыңыз, жаңа сұраққа, мен барлық сұраққа бағадан бері сізге жауап беріп жатырмын. Сондықтан да бір циклограмма жазылады. Бір циклограмма ішінде жаңағы бәрі 130-да бекітілген. Ол сізге мысалға таңғы қабылдау жасағанда тәрбиеші біліп отыру керек, бүгін қазақ тілде қай жаңағы әңгіме қозғалатын, қандай өлең жатқа айтылатын. Сондықтан жеке жұмыста ол баламен қай жұмысты жүргізу керек екен. Сондықтан жазылады цикл. Сіз басынан сіз бұрынғы ізбен қалып қойғансыз ғой, бұрында солай әр адамдікі бөлек болды. Сіз бүгінгі таңда менің айтқанымды тыңдамай отқаныңыз аз, сіз оқу ағарту министрлігінің бұйрығында орындамай отырсыз. Онда сол тексерушілер сізден солай талап етсе, сол бағыттағы жұмыс жасап жүре беріңіз. Ал сіздің жұмысыңызда сабақтастық деген жоқ, бір-бірімен байланыс деген жоқ. Қалай байланыс? Сіз өзіңіз бөлек, сіздің циклограммаңыз жатыр, тәрбиешінің циклограммасы бөлек жатыр. Тәрбиеші қайдан біледі сіз не үйреткеніңізді? Ол сіздің іс-әрекетіңізді бірлесіп сізге қатысса ол біледі. Сіз не өткізейін деп жатқаныңызды қайдан біледі ол? Сіз оған циклограммаңызды күнде көрсетіп отырасыз ба? Тәрбиешімен бірге байланыс дәптері, байланыс папкасы деген бар. Не үшін ол бөлек? Сізге құжатты азайтсын деді. Сізге құжатты азайтсын деді, қағаз бастығы азайтсын деді, сіз оны өзіңіз қуана бұны қабылдаймыз сіздердің бұл нелер жақсы екен. Бұл менің идеям емес. Мен сізге тағы да айтам, Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 130 бұйрығын ашып қараңыз. Сол жерде жазылған. Ол білім кеңесінің шығарған нәрсесі емес. Ертең айтарсыздар, Светлана Ибрагимова білім кеңесінен шығып осылай деп айтты деп. Оқу ағарту министрлігінің 130 бұйрығын қараңыз. Мен бұйрықтағы нәрсені сізге оқып беріп отырмын. Қағаз басшылықты азайту мақсатында бір-бірімен сабақтастық болсын, жұмыстың түрі қандай болу керек, бір-бірімізде. Тәрбиеші біліп отыру керек қой. Бүгін қазақ тілде балалар нені үйренді, соңыра ода күнделікті қазақ тілі бар. Күнделікті музыка бар. Ол бұрын, мысалға, бұрын музыка онда болған жоқ қой. Бұрын сағат сандар болды да, 3 сағат музыканы залға барады да, тәрбиеші қатысып отырады, музыканы жүргізетін еді. Ал қазір ондай музыка да бар, және күнделікті музыка бар. Таңғы қабылдауда музыканы өткізуге болады. Жеке дербес әрекетінде де музыка өткізуге болады. Баламен жаңа сыртқа серуенге шыққанда да ән айтуға болады да. Бүгінгі таңда мен айтып отырмын, негізгі қызмет ойын. Ойынның түрлері көп. Жаңағы музыка ойынын алатын бар. Сондықтан қалай бір-бірімен байланыс не үйренгені білу үшін бір циклограмма жазылып, сол жерде бір-біріне ізбастылық, бірінің істеп отқанын біле отырса, тәрбиеші сонда біледі, арғатта қандай жұмыспен жалғастырып кету керек сіздің қазақ тілі маманы ретінде. Бүгін мысалға сіз ауа райы туралы бір өлең жаттаған боласыз, мысалға айтып жатырмын да, соны балалармен сыртқа шыққанда жаңа ауа райына серуенге ол сол жұмысты жалғастырады, айтады. Бүгін қазақ тілде біз сіздермен бірге бұлт туралы әнді жаттадық, әлде мақал мәтелдерді отан тақырыбында қозғадық дейді, серуенге шыққанда балалармен соны қайталауы мүмкін. Сол үшін бір циклограмма, сол үшін керек. Және де әрбір топқа тәрбиешіге барып, солардың жаңағы ноутбугына барып, өзіміздің бүкіл тақырыбымызды, міндет мақсатын жазып, одан музыка жазады, бұл енді бұлай қарасаңыз мүмкін емес нәрсе сияқты. Енді оны оқу ағарту министрлігіне айтыңыз. Олардың өздерінде жұмыс жетеді, біз ноутбугына жармасамыз ғой онда, мен жазам деп. Оның ешқандай 20 бет болып кетеді, бір циклограмма 20 бет болып кетеді. Бізде 35 циклограммалар бар. Енді мен сізге айтыс ұйымдастыру үшін семинар өткізіп отқан жоқпын, әріптестер. Кішкене этиканы сақтай отырып, жаңағы ойларыңызды білдіруіңізге болады. Ол үшін сіздерге білім басқармасы бар, Қарағандының әдістемелік кабинет бар. Солармен ақылдасыңыз, бір шешімге келуге болады. Жақсы, рахмет сұрағыңызға да. Әріптестер, бір нәрсе айтып кетсем бола ма осы жерде? Болады. Можно вопрос? Алматы облысы Талғар қаласы 18-ші балабақша. Осы қазіргі қазақ тілі психолог және дене шынықтыру басқа да мамандардың жоспары жайлы айтқым келгені. Сіздер мамандар сол жоспарларыңызды өздеріңіз составить етсеңіздер, циклограмма аптаның әр күніне, соны электронный вариантын тәрбиешіге
лақтыра салсаңыздар тәрбиеші единый цикл программаға сала салады ғой. Қандай проблема? Дұрыс айтып отырғаныңыз. Сол ғой бірге жұмыс істейік деген. Бір ноутбукке жабысып отырыңдар деген емес қой ол. Әркім өз жасап келеді. Содан кейін циклограммаға осы жерге қоса қойыңыз десе, ол ешқандай түсінікті болсын дегенім ғой. Немесе өзі келіп, жаңа тәрбиешіге келіп, сенің қай жерде циклограмма, мен мына дайындап алып келгенде апталы қоса қояйын деп, қосуға болады, тіпті үйден қосуға болады. Ол циклограмма, мысалға, компьютердің бетіне жазып қалған қағаз емес қой бұрынғыдай. Үйде де сол циклограмманы алып кетіп, сол жұмыс істеуге болады ғой топтарда. Оны мен айтпай отыр едім, Жанна ханым, сізге рахмет. Ол элементарный нәрсе, оны талқылайтын сұрақ емес. Можно вопрос, пожалуйста. Скажите, вот мероприятия, национальные игры, которые проводиться должны ежедневно, там подразумевается именно казахские национальные игры или можно разные их национальности? Можно разные, вы же прививаете любовь к родине. Мы многонациональная страна, да, поэтому начинайте с национальных игр. Дальше можете в следующей неделе это национальные игры, там презентации, другой какой-то вид игры может быть. Следующая неделя игры разных народов можете. Следующая неделя игры нашего двора или, просто я говорю условно, конечно, поэтому не обязательно, но в любом случае в течение дня национальные игры должны быть, в течение дня. Понятно, спасибо. Саламатсыз ба? Мен бір сұрақ қойсам бола ма? Болады. Мен Түркістан облысы Мақтаарал ауданынан, Бибіхан балабақшасынан. Осы мәселені талқылап жатырмыз ғой. Осы пән мұғалімдері, музыка, қазақ тілі, дене шынықтыру, соларда бұрын перспектива екеу болатын еді. Біреуі ай сайынғы перспектива и күнтізбелік тақырыптық 9 айға бірден жасалынатын перспектива болушы еді пән мұғалімдеріне жеке. Биыл осы білім китісте ол жаңағы 9 айлық бірден шығатын тақырыптық күнтізбелік не жоқ перспектива. Ол бола ма, болмай ма? Или ол да алынып тастады ма бұйрыққа байланысты? Дұрыс айтасыз. 21 жылы модель енгізілгеннен кейін 2022 жаңа стандарт енгізілді, оқу бағдарламасы. Ләззат, айфоныңызды өшіріңізші даусыңызды. Телефондасын айырыңыз. Сондықтан жоқ қой қазір күнтізбелік тақырып жоспар жоқ әріптестер бізде. Болмау да керек. Жоқ, бізде тек қана 3 құжат, қайтадан айтам, 130-ші бұйрықта 3 құжат жүргізуіміз керек. Бірінші перспективалық жоспар, екінші циклограмма, үшінші баланың жеке даму картасы. Осы 3 құжат жүргізуіміз керек. Рахмет, сұрақтарыңыз болды ма? Баршаңызға көп рахмет қатысқандарыңыз үшін. Сіздерге жаңа оқу жылы сәттілігімен келсін, шығармашылық табыс тілейміз. Балаларыңыздың амандығын және жұмысыңызда бүгінгі таңда нәтижеге бағытталған жұмыста жақсы нәтиже көрсетулеріңізге шын жүректен Білімленд компаниясы алдынан шын ниетімізді білдіреміз. Сәттілік біртұтас тәрбие бағдарламасы не үшін қабылданып жатыр бүгінгі таңда да, оның бәріңізге белгілі. Президенттің берген тапсырмасы бар. Жаңағы бүгінгі таңда тәрбиеге көп көңіл бөлу керек. Сол бағытта жұмыстарды дұрыс ажырата білу керек, дұрыс жұмысты ұйымдастыру керек. Сондықтан осындай үлкен бағдарлама қабылданды. Ал балабақшаларда әрине бұл жұмыстар бұрыннан да болды. Бірақ бана семинардың басында да, семинардың презентация кезінде де негізгі бөлімдеріне тоқталып өттім да. Сол бөлімдерді іске асырсаңыз, сіздерге нұр үстіне нұр болады. Көп рахмет. Ең бастысы балаларыңыз аман болсын. Дендеріңізге саулық, амандық тілейміз. Рахмет біздің семинарға қатысқандарыңыз үшін. Спасибо вам всем за участие в нашем семинаре. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. С началом нового учебного года вам, чтобы год был успешным, результативным. Спасибо всем за участие.
Рахмет. Көп рахмет сізге. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, көп рахмет. Сау болыңыздар.